Қайырлы кеш балақай. Қалай қар асып, шаңға теуіп, шанамен сырғанап, қыз-қызығына тоймай жүрген боларсың. Тамаша. Сендерге жаңа ертегі дайындадым. Қайна бірге көрейік. 3 аю ертегісі. Бірде Маша қыз үй терезесінен ну орманды көріп, сонда барғысы келді. Көп ойланбастан ата-анасынан сұранбай орманға беттеді. Орманда алып ағаштардың арасында көп жүріп, көбелек қуып, жетек теріп жеп, орман алаңқайына бір-ақ шығады. Онда үлкен ағаш үй тұрды. Ол қорықпай үйшікке жақындап келіп, есіктің тұтқасынан тартқанда, есік ашыла кетеді. Ол тездетіп ішке кірді. Үйге кіргенде ол жер өте жарық, тап-таза, барлық заттар өз орнында жиналған еді. Кірген бетте асхана екенін түсінді. Себебі үлкен үстел және 3 орындық тұрды. Үлкен, орта және кішкентай. Ал үстел үстінде ботқасы бар 3 тостаған тұрды. Үлкен, орта, кішкентай және 3 қасық. Маша қыз үлкен орындыққа әрең отырып, тостағанға әрең қолы жетіп, үлкен қасықпен ботқаның дәмін көрді. Оған ұнамады. Үлкен орындық сондай ыңғайсыз болған соң, одан түсіп орташа орындыққа отырып, орташа қасықпен тамақтың дәмін тартты. Ол да ұнамады. Ортанша орындықтан түсіп кішкентай орындыққа оңай отыра кетті. Өзіне құйып қойғандай өте ыңғайлы қасықпен кішкентай тостағанның ботқасын дәмін жеп көрді де, сол заматта деп өте дәмді екеніне риза болды. Ботқаның бәрін тауысып жеп, көңілі көтеріліп, енді орындықта шайқала бастап еді, орындықтың аяғы сырт етіп сынып кетеді. Еденге оңбай құлаған Маша аяғын әрең сүйретіп бөлмелерді аралап кетеді. Ол жоғары көтерілген баспалдақты көріп, онымен көтеріледі. Солай ол жатын бөлмеге тап болады. Онда да жарық. Сондай тап-таза бөлме ортасында 3 кереует тұрды. Үлкен, орта, кішкентай. Маша қыз үлкен кереуетке әрең шығады. Төсек үлкен болғанмен сондай ыңғайсыз болды. Орташа кереуетке шығып, үздіксіз секіріп шаршап шалдығады да, одан түсіп кішкентай кереуетке жатып ұйықтап кетеді. Бұл кезде үйіне орман жорығынан аю әке, ана аю және балалары қонжық оралған болатын. Есіктен кірген бетте әке аю үйде бөтен иісті сезіп, бөтен біреудің болғаны анық сезді. Ол өз орындығын қасына келіп, былғанған қасықпен тамағын көріп, мұны кім жасады деп ақырады. Тура солай ана аю да бәрін байқап қарап, «Өй, мұнда біреу болғаны рас», деп мазасы кетеді. Ал кішкентай қонжық болса, сынған орындығын көріп, және дәмді ботқасының қалмағанын көріп, жылай бастады. Әке аю қатты ашуланып, жан-жағына қатулы қарап, тым иіскелеп іздеп, өз тыныштығын алған кінәліні іздей бастайды. Баспалдақпен жоғары көтеріліп, олар ондағы шашылып, астан-кестен болған төсектерді көріп, ашу ызаға булығады. Әке аю мұны кім істеді деп айқаласа, анасы болса, бұл не деген бассыздық деп күйгелектене береді. Ал кішкентай қонжық бұрын сондық мұндайды көрмеген, өз кереуетіне жайбарақат жатқан Машаны көріп, шарасыздан «Мынаны қараңдар, міне кінәлі» деп айқайға басады. Бұл кезде Маша оянып кетеді де, көзі бақырайып қауіп төнгенін түсінеді. Өзіне төніп келе жатқан үлкен аюларды көріп, терезеден зып беріп қаша жөнеледі. Терезеден симай іште қалған аюлар, «Кет, табанын жылтырат, бұдан кейін сені көрмейтін болайық, тәрбиесіз қыз» деп айғайлап сан соғып қала берді. Маша қыз бір сәтке де тоқтамай, аяғын сезбей жүгіре берді. Аз жүгірді ме, көп жүгірді ме белгісіз, өз үйінің табалдырығына қалай жеткенін де білмей қалды. Ентігіп жүрегі тарс-тұрс соққан ол, ендігі кезекте орманға өз бетінше жоламайтындай, бармайтындай болды. Міне солай, балалар, өз қауіпсіздіктеріңіз үшін үйден алыс кетпеңдер. Бөтен біреудің үйіне рұқсатсыз кірмеңдер. Бөтен адамның заттарын, төсек, орамал қолданбаңдар. Ал тазалықта ата-аналарыңа көмектесіп жүріңдер. Жайлы жатып, жақсы тұрыңдар. Қымбатты көрермен, бағдарлама ұнаған болса, лайк басып, пікіріңді жазып кет. Келесі бағдарлама жіберіп алмас үшін
тіркеліп кет.